Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Сіздермен бірге Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Мұрсакан Асыл Тұрғанбекқызы. Электротехника және электроника пәні бойынша екінші дәрісімізді бастаймыз. Сабақтың тақырыбы тұрақты тоқ. Сабақтың мақсаты тұрақты тоқтың анықтамасымен және тұрақты тоқты өндіретін құрылғылармен танысу және сол құрылғылардың жұмыс істеу принципін анықтау. Тұрақты тоқ күшінің шамасы мен бағыты уақытқа байланысты өзгермейтін электр тоғы. Тұрақты тоқ тұрақты кернеудің әсерімен тек тұйықталған тізбекте ғана пайда болады. Тармақталмаған тұйық тізбектің кез келген қимасында тұрақты тоқ күшінің мәні өзгермейді. Қазіргі техникада тоқ өзінің бағытын өзгертпейтін, яғни электр қозғаушы күштер көзінің полярлығы тұрақты болатын тізбектерді тұрақты тоқ тізбектері деп атаймыз. Ал мынау слайдта көрсетілген бізде тұрақты тоқтың формуласы. Ал мынау өлшем бірлігі болып табылады. Тұрақты тоқтың негізгі заңдарына тоқ күші мен кернеудің байланысын сипаттайтын Ом заңы, өткізгіш пен тоқ жүрген кезде бөлініп шығатын жылуды анықтайтын Джоуль-Ленц заңы және де тармақталған тізбек үшін жазылатын Кирхоф ережелері жатады. Ал осы біз тұрақты тоқты қайдан аламыз? Тұрақты тоқтың негізгі көздеріне электр машиналарының генераторлары, гальвани элементтері, термоэлементтер, батареяларға топтастырылған фотоэлементтер, күн көзінің батареялары, алдын ала зарядталған аккумуляторлар, пайдалы әсер коэффициенті жоғары магниттік гидродинамика генераторлары жатады. Сонымен қатар тұрақты тоқты жартылай өткізгіштердің және басқа түзеткіштердің көмегімен айнымалы тоқты түзету арқылы да өндіруге болады. Ал мынау алдарыңыздағы электр тізбегі. Электр тізбегі бірнеше құрылғылардан тұрады. Оның негізгі жұмысы электр энергияны әр жаққа тарату. Электр тізбегінің негізгі элементтеріне тоқталатын болсақ, ол қоректендіру көзі, қабылдағыш және қосатын сымдар. Осы электр тізбегінің біз фазаға байланысты екі түрге бөлеміз. Бір фазалы және үш фазалы. Ал түрлі қасиеттеріне байланысты өз ішінде бірнеше топқа бөлінеді. Оларды атап өтетін болсақ, ол тоқтың түріне қарай айнымалы тоқ, тұрақты тоқ, бір фазалы, үш фазалы және көп фазалы тоқ тізбектері. Ал элементтерді қосу әдістері бойынша тармақталған тізбектер және тармақталмаған тізбектер. Электроэнергия көздерінің санына байланысты бір және бірнеше энергия көздері бар тізбектер болып бөлінеді. Элементтердің вольт-амперлік сипаттамаларына байланысты түзу сызықты және қисық сызықты тізбектер болып өз ішінде бөлінеді. Енді біз қоректендіру көзі дедік. Бұл жерде яғни электр тізбегінің негізгі элементтері ол қоректендіру көздері. Ол қоректендіру көздері негізгі жұмысы басқа энергиялардан электр энергия өндіріп шығару болып табылады. Қоректендіру көздерінің жұмысын атқаратын генератор. Қабылдағыштың негізгі жұмысы қоректендіру көздерінен шыққан электр энергияны қабылдап тұтынушыларға тарату. Ал бұл жұмысты атқаратын электр қозғалтқыш болып табылады. Ал енді біз жаңағы тізбек теориясының негізгі түсініктеріне тоқталатын болсақ, электр тоғы бірінші. Зарядтардың реттелген қозғалысы электр тоғы деп аталады. Ал тоқ күші дегенімізде, тоқ күші деп біз өткізгіштің көлденең қимасы арқылы бірлік уақыт ішінде қандай заряд өтетінін көрсететін физикалық шаманы осы тоқ күші деп атаймыз. Электр тоғының белгілі бір бағыты болады. Тоқтың бағытына оң зарядталған бөлшектердің бағыты ғана алынады. Ал осы біз тоқ берілген тоқтың әсерін қалай білеміз? Тоқтың әсерін білу үшін біз жаңағы боймен
тоқ жүрген өткізгіш қызады. Сонымен қатар тоқ магниттік әсер береді. Және электр тоғы өткізгіштің химиялық құрамын өзгерте алады. Яғни химиялық құрамына да қарап, біз тоқтың әсері бар ма, жоқ па біле алады екенбіз. Және де осы тоқ күші бізде халықаралық бірліктер системасында ампер, ол ампермен жазылады. Және де электр тоғын толық сипаттау үшін өткізгіштің бірлік қимасынан қандай тоқ өтетінін көрсететін шаманы біз тоқ тығыздығы деп атаймыз. Ал тоқ тығыздығының өлшем бірлігі ампер бөлінген миллиметр квадрат. Және де бізде келесі ол қуат. Қуат деп энергияның бір түрден екінші түрде айналу жылдамдығын немесе жұмысты атқару шапшаңдығын сипаттайтын шаманы айтамыз. Тізбектің бөлігіндегі тоқтың қуатын бірлік уақытта атқаратын жұмысын өлшейді. Оны мына формуламен есептейміз. Келесі ол бізде электр тізбегінің энергиясы. Электр тізбегінің энергиясы бізде осы формуламен есептелінеді. Және де мына формуламен есептелінеді. Ал электр кедергісі келінетін болсақ, ол тоқтың тізбегі бөлігіндегі кернеудің тоқ күшіне қатынасы. Ол R әрпімен белгіленеді. Оның өлшемі Ом деп аталады. Ал өткізгіштің кедергісі болады. Бұл өткізгіштің өз бойымен өтетін тоққа жасайтын кедергісін көрсететін физикалық шама болып табылады. Мына формуламен есептелінеді. Осы және де біз электр тоғының бар болу үшін бізде белгілі бір қажетті шарттар бар. Ол еркін зарядталған бөлшектердің бар болуы керек, және оларға берілген бір бағытта әсер ететін күш болуы қажет. Негізгі бүгінгі тақырыпта айтылатын осы. Сіздерге үй тапсырмасы. Осы сұрақтарға жауап беріп, мына кестені толтыруларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.